Мен көп жерде айтамыз ғой, Құдайдың өзі бір ризашылығын танытып жатқан шығар дейміз да. Адамның өзінің көзі қуанатынадай нәрсеге. Алла қалай разы болмайды дейсің ғой енді бұндай отырысқа. Алланың өзі мақтанады дейді періштелерге. Көрдіңдер ма? Ей, періштелер, көрдіңдер ма? Деп мақтанады екен ғой Алла тағала. Именно періштелерге ше. Өйткені именно періштелер адам жаратылып жатқан кезде әңгіме айтқан. Білесіздер ғой, адам жаратылып жатқан кезде, ей, Раббымыз қан төгетін, бұзықтық жасайтын адам жаратып жатсың ба деді Алла тағалаға. Сонда Алла тағала айтты, ей, періштелер деді. Инни а'ламу ма ла та'ламун. Мен сендер білмейтін нәрсені білем деді. Көрдіңіздер ма? Сонда періштелер айтты, Субханака ла илма лана. Раббымыз, сен кемшілік сипаттардан пәксің. Бізде ешқандай білім жоқ. Илля ма алламтана деді. Өзің үйреткеннен басқа деді. Көрдіңіздер ма? Сөйтсек ана періштелер бұны қаяқтан біліп тұр десек, адамның бұзғындық жасап, қан төгетіндігінің барлығын. Бұлар адамның қалай жаратылып жатқанын көрген екен ғой. Көрдіңіздер ма? Ана адам атаның жаратылысының алдында періштелерге топырақ әкел деген кезде, әр періште әр жердің топырағын алған екен бар. Сол топырақтар бір-біріне жабыспайды, біртіспейді. Енді мынадан шыққандардың барлығы бір-бірімен естенбейтіндер енді бір ортақ келісімге келе алмайтындар деп жатыр ғой. Сөйтіп бұлар қан төгет деп жатыр. Енді соларды Алла тағала айтып жатыр, ей, періштелер, енді қарасаңдаршы, міне қан төгіп жатыр ма деп мақтанады екен ғой Алла тағала. Қан төгіп жатыр ма мына адамдар, сендер айттыңдар ғой баста қан төгет деп. Міне, менің үйлерімнің бір үйіне келіп, менің есімімді, менің сүйікті елшімнің есімін дәріптеп жатыр бұлар деп, Алла тағала қалай разы болмайды деп жатырмыз ғой енді осындай отырыстарға. Көрдіңіздер ма? Алла разы болсын баршаңызға, келіп жатқандарыңызға, мынау жиынды ұйымдастырып жатқандарға. Туған елге туың тік деген қазақта сөз бар. Ер туған жеріне дегенде сөз бар. Мінеке қанша жерден биік болсаң да, туған жерге келіп, осындай істерді мінеке емекеңдер, Алла разы болсын, ұйымдастырып. Құрметті бауырлар, Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. Бізге иман берген, ислам берген, адам қылған, көкейімізді өзіне қарай ашқан сансыз Раббымызға мақтаулар, мадақтар болсын. Қаншама мақтау айтсаң да Аллаға жарасады. Адамға жараспайды мақтау, кімге ғана? Аллаға ғана жарасады. Өйткені ол ғана мақталынуға ертелі кеш лайық. Алла ғана. Сондай Аллаға сансыз мадақтар болсын. Мінекей, Алла бізді иманнан айырмасын. Көз алдымызда, бауырлар, көз алдымызда кейбір бауырлар атеист болып кетіп жатыр ше, не дейсіздер оған? Алла сақтасын ше. Көз алдымызда Құдайға ренжіп, кәдімгі ренішін айтып, мен мұсылман емеспін, мен Құдайға ренжулімін дейді. Не дейсіз? Оны әлеуметтік желіге жариялап жатыр, бүкіл Қазақстан көрсін деп. Ал жақсы, не істейді енді? Құдайға ренжісек не болды ал? Құдайда ренжіп қалды саған. Ойбай, қиын болып жатыр Құдайға. Сен мұсылман болмай қалды деп. Діннен безіп кетті деп. Аллаға бір тиын пайда, бір тиын. Бүкіл дүние мұсылман болып кетсе де ешкім пайда бере алмайды Аллаға. Бүкіл дүние кәпір болып кетсе де ешкім Аллаға зиян бере алмайды. Көрдіңіздер ме? Кім діннен безсе, Алладан безсе, оның сыйы, жазасы өзі алады соң. Көрдіңіз ба? Алла сақтасын. Міне осындай жастар көбейіп кетті. Көрдіңіздер ма? Пайғамбарымызға тіл тигізетін адамдар көбейіп кетті қоғамда. Бұның барлығы неден шықты десек, бір-екеуімен сөйлесіп көріп едік, кәдімгідей Құдайға ренжіп қалған. Бұрын намаз оқыған екен, бірақ намаз оқып едім, ештеңе берген жоқ дейді. Ойбай, сен намаз оқысаң төгу керек екен бүкіл дүниенің байлығын үстіңнен, иә? Беру үшін оқисың ба не намазды? Саудаға жаман үйреніп қалғанбыз ғой біз әбден. Қораза ұстасаң андай береді, намаз оқысаң мынандай бермейді, ал не істейсің ал? Бермейді, бірақ парыз қылып қойды Алла тағала. Оқымайсың ба сонда? Жоқ. Беру үшін оқысаң дейді. Беру үшін, немесе алу үшін оқысаң, Құдайдан бірдеңе алу үшін. Саған ниет етілген нәрсе ғана беріледі дейді. Разы болсын деп құлшылық қылсаң дейді. Сен ойламаған нәрселерді береді дейді Алла тағала. Көрдіңіз ма? Раббым разы болсын деп құлшылық қылсаң, Алла сізге ойламаған нәрселерді береді дейді. Так, 5 уақыт оқысам 50 уақыттың сауабы беріледі. Так, анауында есептеп калькуляторға салып. Өйтетін болсаң бар ғой, бір күн шаршайсың есептен де.
Көрдіңіз ба? Сөйтіп Құдайға ренжу басталады. Мен дұғам қабыл болмай жатыр. Мен намаз оқыдым дейді да. Дұғаларым қабыл болған жоқ. Біраз нәрсе сұрадым Құдайдан, ешқайсысы болған жоқ дейді. Өзі ұрып жүр көшеде. Сойылмаған тауықтың етін жеп. Дұғаң қақтан қабыл болады сен? Бір кісі келіп мешітте дұға қылып, Раббым деп жылап еңіреп дұға қылып отыр екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай күшті дұға дейді мынау. Қандай күшті дұға дейді. Бірақ не? Жегені арам дейді. Ішкені арам дейді. Кигені арам дейді. Тапқан табысы арам дейді. Көрдіңіз ба? Оған қарамайды, прямой Құдайға лақтырып жібергені келеді да, қабыл болмай жатыр. Сен қарасай бірінші өзіңе. Адалдан жеп жатсың ба? Адалдан киіп жатсың ба? Адалдан ішіп жатсың ба? Бала шағаңа не әкеліп жатсың? Адалдан ба, әлде аулап сулап, тараздан ұрып, өтірікті пехат етіп тығып сөйтіп әкеліп жатсың ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, кім бала шағасын арам тамақпен асыраса дейді, ол баласының әрбір өскен жасушасы тозақтың отына лайықты болады дейді күйеуге. Көрдіңіз ба? Балаңды отын қылып дайындайсың кәдімгідей, отын қылып. Сосын шығасың, Құдайға ренжіп қалдым деп. Ешкімнің Аллаға ренжуге хақысы жоқ, ешкімнің еш нәрсе өткізіп қойған нәрсесі жоқ Аллаға. Сондықтан жаңа әлеуметтік желідегі кейбір адамдарды айтып жатқаным ғой. Қазақтар соны айтып жатқан ше. Мен Құдай жоқ екендігін кәдімгідей мойындаймын деп айтып жатыр, жариялап жатыр оны. Салтанатты түрде жариялаймын дейді. Ресторанға жасамадың ба той қылып бәріміз құттықтайтын едік. Көрдіңіз ба, Алла сақтасын. Міне, кеше атеизмнің кезінде қандай болды? Біздің бабаларымыз бар ғой, тығылып жүріп намаз оқып, тығылып. Құдай тәуелсіздік беріп, есіктің бәрін ашып еді, мен атеистпін деп шығып жатыр енді. Көрдіңіз ба? Дінді қысқан кезде дініміз мықты болды да, дінге ерік бермеді, енді не болды? Мына интернет деген бәлекеттің кесірінен болып жатыр соның барлығы. Бұл интернетті дұрысқа пайдаланбасаң сорың бұл бар ғой. Көрдіңіз ба? Қаншама адамның сенімін бұзып тастап жатыр. Қаншама адамдардың қуып лағып, семьялардың ажырасуына себепші болып жатыр. Көрдіңіз ба? Дұрыс пайдалана алмағандықтан. Бір нәрсені естен шығармау керек, ағайындар. Алла ешқашан пендесіне жамандық қаламайды. Осыны естен шығармаңыздар, болды. Алла маған жамандық қаламайды. Алла сізге де басыңызға кішкентай қиыншылық келді ма, Құдайға әңгіме айтып керек емес. Ал қиыншылық көрмей өмір кешем десең, онда қателесесің. Ғалымдарымыздың өлең жолдарында келеді, бүкіл адамзат дейді, бүкіл адамзат 8 түрлі кезеңнен өтеді дейді. Қараңыздар. Бүкіл кім болсаң, ол бол 8 түрлі кезеңнен өтесің дейді. Біріншісі сурурун дейді, қуанышты кезеңнен өтеді дейді адам. Көрдіңіз ба? Адамның өмірінде қуанышты кездер бола ма, болмай ма? Қай күн қуанышты күн? Қай күн қуанышты күн біз үшін? Әр күн деген кім? Кім айтса бірінші әр күн деп? Мінекей ма, бауырыма бір кітап берейші, Алла разы болсын. Біздің әр арайлап атқан күніміз, Аллаху акбар, машалла, құтты болсын. Мінекей, қараңыздар. Демек, біз қандай сұрақ қойдым? Қай күніміз қуанышты дедім, дұрыс па? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көзіңді ашқан әрбір күнің қуанышты деп. Көрдіңіз ба? Көзіңді ашқан әрбір күнің қуанышты неге? Жан-жақтан суық хабар келмесе, бір күндік жейтін тамағың болса дейді. Көрдіңіз ба? Қандай бақытты нәрсе. Біз үшін Алла әр күнді не қылып жатыр? Қуанышты қылып жатыр. Демек, өмірде қуанышты күн көп пе екен? Көп. Енді қараңыз. Сурурун ва хузнун дейді. Екінші не келеді қуаныштан кейін? Қайғы келеді. Қайғы қуаныш сияқты ұзын бола ма? Бірақ дейді, адамдар бүкіл Құдайдың істеген жақсылық қуанышын бір қайғы келген кезде шай жібереді дейді. Сол үшін Құранда Алла тағала адамдар туралы айтқан кезде, олар шүкірсіз, залым деп айтады адамдарды. Біз оған берген бүкіл нығметтің бәрін ұмытып кетеді, бір қайғы берсек, Раббым деп әңгіме айтып шығады дейді Құдайға. Неге менің басымнан бұл түйіліп кетпей қойды деп әңгіме айтады дейді Аллаға. Баяғы бақытты күндердің бәрін ұмытып кетті дейді ол. Көрдіңіз ба? Біз сондаймыз адам. Істеген жақсылықты ұмытып кетесің. Жамандықты ше? Ұмытпайсың. Көрдіңіз ба? Осындай адамбыз біз.
Демек адамның өмірі бірінші міндетті түрде қуанышты күндерден тұрады дейді. Бірақ қуанышты күндерден кейін адамды бір қысып сынап алу үшін Алла қандай күндер жібереді? Қайғыны жібереді дейді. Бірақ қайғы сізді сындыру үшін қайғырдың үстіне қайғыртып, салыңды суға кетіріп, өмір бақи қиналып өту үшін жібермейді Алла. Алла одан да күшті нәрсеге тәрбиелеу үшін жібереді. Міне, осы қайғы келген кезде, қиындық келген кезде, жаңағылар не істейді? Құдайға ренжіп қалады ғой. Құдайға ренжиді де әңгіме айтады, сосын мен намаз оқымай кеттім дейді. Ой, машалла. Құдайға қиын болып жатыр, сен намаз оқымағаның бар ғой. Аллаху самад деп қойған. Алла ештеңеге мұқтаж емес деп қойған. Бірақ Алла парыз еткен нәрселерінен міндетті түрде сұрайды Алла. Көрдіңіз ба? Сондықтан мынау жаңа біз нені айтамыз ғой әрдайым? Екі балықшының қиссасын айтамыз, естеріңізде бар шығар? Міне, көрдіңіздер ме? Сол балықшының қиссасын білмейтін ағайындар үшін айтып қойын. Өткенде кеше Астанада отырып, бір ағамыз, енді былай отырмыз ғой енді бір ағалармен. Соны айтсам, осы бір жаныма тыныштық сыйлайды дейді да. Осыны айтшы, осы бір жаныма тыныштық сыйлайды дейді. Ато сауда болмайды дейді, кейде бар ғой. Қасыңдағы өзгенің басқа Құдайға сенбейтіндердің саудасы кетіп жатыр дейді да. Ойлап қоясың дейді, еще салауат айтып қоясың дейді қайта-қайта. Арасында духа оқып келем дейді бар, сауда жүретін шығар деп. Қарасай, қандай нәрсе істеп жатқандарын. Екі балықшы болған екен. Біреу көп Құдайға сенеді екен. Үйінде Құдай көп. Ағаштан, пұттан, тастан, сүйектен, бәледен бүкіл Құдайлар көп екен. Екінші көршісі Раббымыз Аллаға ғана сенеді екен, болды. Екеуі таңертең бірге шығады екен көлге қарай. Мынау, Құдайларым деп шығады екен. Маған ризық бер, несібе бер, балыққа кетіп баратырмын деп, көлді жаңағы берекелі қыл деп шығады екен. Құдайларға сыйынып, қараңыздар. Мынау ше, Раббым, сен ризық берушісің ғой, саған сендім деп шығады екен. Екеуі барады, анау көлге лақтырады, рахат түсе береді ғой. Көп Құдайға сенетін бар ғой. Лақтырады, қармағына балық түсе береді ғой. Мынау бисмилла деп лақтырады, жоқ ештеңе. Аллаху акбар деп лақтырады, жоқ ештеңе. Ештеңе түспейді ананың. Соңында не болды? Шам намазы болды, болды, ымырт дейді бұны. Үйге қайтатын уақыт болды. Анау деген бүкіл себетін толтырып алған жағы. Мынага Божие. Көп Құдайға сыйынатын. Мынау дым жоқ, бір кезде шамның уақытында бір балық түсті дейді жағы. Тәу балық екен, ой, машалла, қуанып, қармағын бейт ілік ішінен алып атқан кезде балық деген қанатымен ұрып, көлге секіріп кетеді. Қолға ұсталмайды ғой балық деген. Ал енді жайлап бисмилла деп мынаң дініне қарай өтуге тура келіп тұр ғой енді. Не істейсің, өтіп кетесің мына жерде? Міне, ренжу деген осылай басталады Құдайға. Көрдіңіздер ме? Осылай басталады. Так, мен Аллаға сеніп келдім. Мен 5 уақыт намаз оқимын, маған бермейді, мынаған береді. Көрдіңіз ба? Уже басталды ма? Басталды. Бірақ дейді, мына оқиғадан періштелердің өзі қиналып кетті дейді ғой. Сонда періштелер қиналып кетті дейді мына оқиғадан. Действительно адам қиналатын оқиға ғой. Не ойлайсың Құдай туралы, Анжел? Не ойлайсың, айтшы ал. Сонда періштелер айтты, Раббымыз дейді, мына пендең саған сыйынып шықты ғой деп айтады дейді ғой. Бір балық бермедің ғой деп. Сонда Алла Тағала, періштелер, мына қолымның жәннаттағы салынып жатқан үйін көре қойыңдар деп айтты дейді. Сөйтсе дәу зәулім сарай үй салынып жатыр екен жаңа кісіге. Неге десе, соңына дейін тұрған екен ғой. Алла, сен бәрібір ризық беруші сенсің, бірақ бүгін менің несібеме ештеңе бұйырған жоқ. Бұның сенетін нәрсесі дұрыс емес деп айтқан екен да. Көрдіңіз ба? Міне, өмірде кішкентай бір қиыншылыққа түсіп қалған кезде Құдайға ренжіп, дініңді ауыстырып жіберуге болмайды да. Көрдіңіз ба? Алла Тағала Құранда айтады, сендер иман келтіргеннен кейін дейді, сыналмай қаламыз деп ойлайсыңдар ма дейді. Сендерден бұрынғыларды біз сынағанбыз дейді. Және сендерді де міндетті деп айтады. Міндетті түрде сынаймыз дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Өмірде сыналмай қалатын ешкім жоқ. Бүкіл адамзат сынақтан өтеді. Ал мына біздің заман сынақтың ең ауырын татып жатқан заман. Міне қазір біздің заман. Өзімізше күшті, бәрі күшті сияқты болып жатыр. Бірақ не? Бүлік әрбір үйге кіріп кетті. Әр шаңыраққа бүлік кіріп кетті.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ухуд шайқасына қайтыс шахид болған 70 сахаба бар, білет, барған кісілер умраға неге. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтуінен 14 күн бұрын, 2 апта бұрын барады Ухуд шайқасына. Қайтыс болған сахабаларға барып әңгімелеседі сол жерде. Әңгімелесіп жатыр. Ухудтағы шахид болған сахабалармен әңгімелесіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сендер деген күшті кетіп қалдыңдар дейді. Ойбай. Мынақтағы сахабалар түсінбейді, тірі сахабалар. Неге өйтіп жатыр деп. Сендер өте жақсы кетіп қалдыңдар дейді. Мына мен қасында қалып қойғандар дейді. Бұлар үлкен бүлікке жолығады дейді. Бұдан кейінгі келетіндер бұлардыкінен үлкенде жолығады дейді. Одан кейінгі келетіндер олардыкінен үлкеніне жолығады дейді. Соңында заман өткен сайын ести береді, бүлік көбейе береді, күшейе береді. Қазір білесіздер. Бүліктің кірмеген, күнәнің кірмеген жері қалмады қазір. Қай жерде айтасыз күнә кірмеген жерде? Бүкіл дүниенің барлығына күнә мен бүлік кіріп бітті қазір. Соңында айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, тіпті деді, ол бүлік қою қараңғы түннің қараңғылығындай болады дейді, қою болады дейді. Қою қараңғы түн деген шексіз деген ғой. Түнге қарасаңыздар шексіздік бар ар жағында. Сондай шексіз қараңғы қою түндей болады бүлік дейді. Ол бүлік әр отбасыға кіреді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қараңыздар. Мына жердегілеріңіздің барлығымыздың шаңырағымызға кірді ол бүлік. Әркім өзінің шаңырағында әр нәрсемен сыналып жатыр қазір. Көрдіңіздер ма? Біреулер тілазар баламен сыналып жатыр. Әке шешесінің айтқанын тыңдамайтын. Біреулер ставкіден басын көтере алмай жатқан біреулермен сыналып жатыр. Біреулер жаңағы шегетін, ескетін бәлематармен сыналып жатыр. Біреулер казинодан басын алмай жатқан адамдармен сыналып жатыр. Біреулер әйелдермен сыналып жатыр. Біреулер күйеулермен сыналып жатыр. Көрдіңіздер ма? Біреулер қарызбен сыналып жатыр. Біреулер кредитпен сыналып жатыр. Осы тұрғанда не? Сыртқа жүнді қампайды көрсеткенмен дейді. Ішкі дүние жұпыны болып жатыр дейді. Көрдіңіздер ма? Қазір біреудің мына жерде сөйлетсек, үйіндегі проблемасын айтса, өмірден түңіліп кетесің кәдімгідей. Көрдіңіз ба? Сондай бүлік кірді барлық жерге. Бүкіл отбасына кірді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл отбасына кіреді деді. Қараңыздар. Енді сол бүліктен аман қалудың жолдарын іздестіру керек. Ол бүліктен аман қалудың жолы, ол бүлік бұрында болған пайғамбарымыз келмей тұрып. Енді тағы болады, бола береді ол, бірақ сол кезде бір ғана шығарып алған кісі ол пайғамбарымыз еді саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Демек біз сол кісіге жабысу арқылы, сол кісіні тану арқылы, білу арқылы бұл бүліктерден сақтанудың алғашқы қадамдарын жасай алады екенбіз. Міне бағана айтып жатқаным осы, қуаныш келеді адамның өмірінде, артынша қайғы келеді. Қайғы келген кезде Құдайға ренжіме. Көрдіңіз бе? Аллаға ренжіме ешқандай. Бұл менің тағдырымда де сауабын күт. Сізге оның сыйлығы дүниеде берілмесе егер, онда бағанағы балықшыныкіндей болып салынып жатқан бір нәрсе бар сізге. Құдай залымдық жасамайды адамдарға. Осыны ұмытпаңыздар. Көрдіңіз бе? Қуаныш келді, қайғы келді, сурурун ва хузнун ва иштимаун ва фурқатун дейді. Міне, адамның өмірінде сыйласу, танысу, білісу деген нәрсе бар дейді. Қосылу, яғни бір-бірімен ерлі зайыпты отау құру. Дұрыс па? Жолдан жолдас табу. Ата-анаңды тану. Бұның барлығы не өмірдегі? Жиналу деп аталады. Бір сәтте мысалға жасы 50-ге келген ағамыздың өмірде несі көп болады? Досы көп болады. Ана қалада бір досы бар. Мына оның барлығын қаяқтан жинады? Өмірдегі әр түрлі кезеңдер мен белестер арқылы жинады. Қараңыздар. Бір достары бар, олармен бір не істеп кетті? Ажырап кетті. Белгілі бір себептермен ажырап кетті. Өмір не істейді? Адамды қосады. Және өмір адамды ажыратады. Ешкім жабысып қалып өмір сүрмейді өмірде, қараңыздар. Мынау менің танысым, досым деп досымды құшақтап ұйықтамайсың ғой түнде. Көрдіңіз бе? Соңында құшақтап ұйықтайтыннан да ажырауға тура келеді. Көрдіңіздер ма? Ол кім? Қасыңыздағы жұбайыңыз. Қанша жерден біз бірге ажырамаймыз, айырылыспаймыз десеңіз де, жақсы әдемі өмір сүріңіздер. Бірақ ақыр соңында ажал келіп адамды бір-бірінен ажыратып кетеді. Көрдіңіздер ма? Ешкім аялдама секілді біздің өмір дейді. Көлігің келген күні жөнелесің дейді. Көрдіңіз ба?
Остановкада тұрған адамдар сияқты дейді. Көлігінің уақыты келген кезде кетіп қалады дейді. Шайтанның қызығынан аулақ болсаң, Алланың рахымынан бөленесің дейді. Және не дейді? Достарың шығар тым адал дейді. Сөзіне бекем ісі нық, досты келсе шын ажал, кетеді аттан түсіріп дейді. Ақыры өмір неден тұрады? Қаншама жақсы көрсең де, қаншама жабысып қалсаң да, дүниеңді жібергің келмесе де ешкімге, бәрібір өмірден ажырайсың. Өмірде қосылулар болады, танысулар болады, сыйластықтар болады, бірақ олар уақыты келген кезде тоқтайды. Бүкіл адам осыдан өтеді. Ешбір адам таныссыз, тамырсыз өтпейді, және ешбір адам бұл дүниеде қалып қоймайды дейді. Көрдіңіздер ме? Қуаныш кетті, қайғы кетті, жиналу, қосылу, сыйластық кетті, оның артынан ажырау келеді дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл ажырау не деп аталады? Мәңгілік ажырау деп аталады. Адам ажыраған кезде, имам Ғазали деген үлкен ғалым айтады, адам дүниеден өтіп жатқан кезде жылап қиналады дейді қатты. Көрдіңіз бе? Адам жылап қатты қиналады дейді. Өздеріңіз білесіздер ғой? Иман үйруге барып жүрген шығарсыздар адамдардың. Емекеңдер жақсы біледі. Қиналып жатқан кезде адам жылайды дейді, жаман қиналады дейді, соңғы демдерін алып жатады дейді. Сонда неге жылайды деп астын сырын іздесе дейді. Осы уақытқа дейін жинаған нәрселерін қимай жылайды екен адам. Сол үшін өйткені күндерін, түндерін, тоңғанын, ыстығын бәріне төзген ол. Көрдіңіз ба? Соған төзіп, жинап, енді жетілдіріп, жетіп жатқан кезде ананы қимай қалады екен адам. Қанша еңбегі кетіп қалған ғой өйткені. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сенің қимайтын нәрсеңді етіп дүниені жинаудың керегі жоқ дейді. Бір жеткілікті мөлшерде жаңағы Құдай сақтасын, машинасын сызып тастаған ғой бір бала. Өзінің баласы ғой, ойнап жүрген, жаңа бір немен, шеге сияқты бірдеңемен әкесінің новыйдан алған машинасын сызып тастаған екен. Білесіздер ғой? Ол машина деген бәле болды ғой, біреудің машинасы тиіп кетсең болды, атылып арыстандай жұлқым шығады машинаның ішінен. Бергел деп. Бір машинамен туылған адам сияқты бар. Не деген жүрекке кірген деймді анам. Машинаның жүрекке кіргендігін қарасаңшы. Ана баланы аямай қолынан ұра берген істеген. Баланың қолы істемей қалған, қолын кесіп тастаған баласын. Кейін жылап жатыр. Әке сурет салатыннан айырып тастадың ғой деп баласы жылаған екен. Көрдіңіз ба? Балам дүниенің машинасын алдыңа әкеп берер едің, кешірші мен деп әке жылаған екен. Көрдіңіз ба? Ашумен ана істеп тастады. Не керек? Не үшін сол? Болмайтын бір қаңылтыр үшін, қаңылтыр үшін сатып жатыр адамдар бір-бірін бар ғой. Жабысып сонымен кетем деп ойлайсың ба ертең? Өзіңді жабыстырып жібермесін сол қаңылтыр бір жерде. Сол қаңылтырдан болып кетуі мүмкін ажалың бар ғой, жабысып жүргенде. Соншалықты бүйтіп дәріптейтіндей қандай нәрсе ол, түсінбеймін. Біреуді ұрып, төмпештеп кәдімгідей парализовать етсайтындай не нәрсе ол? Міне сол нәрсе дейміз ау, сол жүрекке кіріп кеткен екен ғой. Көрдіңіз ба? Жүрекке кіргендігі соншалықты дүниеден өтейін деп жатқанда жылайды екен адам. Неге жылайды десе, қимайды екен ананы. Қымбат қалған ғой өйткені. Қаншама ақша жинаған ғой сол үшін. Көрдіңіз ба? Алла сақтасын. Мінбе деп айтпаймыз. Осы молдаларға келсең, дүниені мін, қандай машинамен. Бірақ сол үшін балаңды, туысқаныңды айыптап немесе ұрып бауырыңды сатып керек емес. Көріп жатсыздар ғой, өздеріңіз біліп жатсыздар, не болып жатыр қоғамда, сол нәрсе үшін. Сол бір машинаға жету үшін талай қыздар, талай адамның астынан өтіп шығып жатыр. Сонымен ақша тауып жатыр. Ол жерде ақша табуға берген жоқ Алла тағала, бала табуға берді негізінде. Көрдіңіздер ме? Бірақ олар соған апарып жатыр өздерін. Кім оны тауып? Ол менің қарындасым. Ол сіздердің қарындастарыңыз істеп жатқан соны. Сол машинаға мінем деп істеп жатыр ол. Мінекей, қуаныш келді, қайғы келді, қосылу, жиналу, сыйластық келді, айналып келген кезде ажырайсың, бәрібір ажырайсың. Енді сол жинағаныңның барлығын қарасаңшы, дүниеге бар ғой, дымсыз келдің ғой, дымсыз. Біреу киіммен келді ма дүниеге? Дүниеге дымсыз келдің дейді, ғалымдар айтады.
Енді сөйтіп келіп, бар күшіңді салып жинадың дейді. Соңында тастауға тура келеді дейді. Қарасаңызшы, жинаған ананың соңында бар күшіңді жұмсап жинаған нәрсеңді тастауға тура келеді дейді. Және сол жинағандарың жайында есеп беруге тағы да тура келеді дейді. Көрдіңіз ба? Одан кейін бізде 5-ші нәрсе бар. Осы 8 нәрсені сіздерге жаттап алсыншы деп айтып жатырмын да. Өмірде осы 8 нәрсесіз өмір болмайды бәрібір. Қараңыздар. 5-шісі не? Сумма al-yusr дейді. Юср деген жеңілдік. Бір күшті жеңіл күндер болады. Өмір бақи ауыр күндер болмайды адамның басында. Басында бұлт шалған қаралы күндер бола бермейді. Жеңіл күндер болады, сол сияқты ауыр да күндер болады дейді. 6 мен 7, бұл неше? 5 пен 6, я? 7 мен 8-ді қараңыздар. Сумма суқман ол афия дейді. Содан кейін адамға не келеді дейді? Алла тағала денсаулық береді дейді. Бірақ артынша ауру береді дейді. Немесе ауру бірінші, одан кейін денсаулық береді дейді. Өмір бақи ауыратын ешкім жоқ дейді. Өмір бақи дене сау болып жүретін ешкім жоқ дейді. Адам болғаннан кейін кейде пенде не істейді? Ауырат сырқайды. Сол кезде біз тағы да Құдайға әңгіме айтамыз. Қараңыздар. Баяғы бүкіл ауырмай жүрген күннің барлығы ұмытып кетесің. Ауырған күн болған кезде Құдайға әңгіме айтып бастайсың. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: ауырмайтын мұсылманда, малы жоғалмайтын мұсылманда хайыр жоқ дейді. Көрдіңіздер ме? Ауырмайтын, мал дүниесі жоғалмайтын мұсылманда ешқандай хайыр жоқ дейді. Бұл ауырып тұру кейбір адамдар үшін жақсы. Неге? Ауру арқылы иманға келген қаншама адамдар бар. Көрдіңіздер ме? Ауру арқылы Құдайды көп ес. Ойбай, бір кісі айтқандай, больницадағыдай таспих толмай қалды дейді. Қаннан кейін. Больницада азаннан қарай шейін салауат пен истиғфар жіберетін болған ғой. Енді шаруа бітті, жазылып бітті ғой. Салауат та қалды дейді, истиғфар та қалды дейді ғой. Мен айтамын, мен тағы бір ауырмадың ба деймін де, барып қайттан толтырып аласың иншалла. Біз пенде сондаймыз ғой. Басыңа қиыншылық түскен кезде, ана аударылайын деп жатқан Құранда аятта келеді ғой. Кеме аударылайын деп жатқан кезде, Құдай, Құдай деп жалынады дейді аналар ше. Кеме аударылайын деп жатыр ғой, теңіздің ортасында. Толқын Құдай, Құдай, Раббым, есті бізді, есті деп жылайды дейді аналар ше. Жағалауға жеткеннен кейін деп отырады дейді, одан болмағандай. Өтіп кеттік толқыннан деп, өзінше өтіп кеткен адам құсап ше. Көрдіңіз бе, біз сондаймыз. Ауырған кезде бар ғой, Құдай, осыдан не қылайын? Қане, Аллаху акбар. Міне, өмір сондай, адамға ауру келеді, одан кейін не келеді? Денсаулық келеді. Ешкім 30 жыл ауырған сахаба болған. Аймран ибн Хусайн деген сахаба болған. 25-30 жылдай ауырған. Қарасаңызшы, қандай мықты адам екен, қараңыздар. Ол кісінің ауруы өте сирек ауру жер бетіндегі. Аты есімнен шығып қалып тұр. Мынадай ауру бар екен, үлкендер білетін шығар, аға сіздер білетін шығарсыздар. Терісі сүйекке жабысып қалады екен де, ет кетіп қалады екен. Қарын ішеді екен, мынадай ғой. Атын ұмытып қалдым, шыдан ба бірдеңеден келеді аурудың аты. Ананы тек қана тіліп отырып емдейді екен ше, ішіндегі нелер, майларды шығарып, май жиналып қала береді. Іш былай істетті, бірақ тері сүйекке жабысып қалған. Асқазан істемейді, сондай ауру. Сондай аурумен 25 жыл, 30 жылдай ауырған екен жаңа сахаба. Сонда сондай мықтылығы үшін жаңаға сахабаның періштелер келіп сәлем беретін болған дейді ғой, не дейсіз? Неге ол мықты десек, 25-30 жыл ауырса да ешқашан Құдайға бір наразы сөз айтпаған екен. Құдай мені неге ауыртып жатсың деп айтпаған екен. Аллаға ешқандай әңгіме айтпаған екен. Жолдас балдар өзі шаршайды ғой енді, бір келеді, екі келеді, соңында жолдас балдар келмей қояды екен. Өзі сондай ғой. Жаңағы не дейді? Үйдің жылысын күннің суығында білесің, кімнің досын басыңа іс түскенде білесің дейді ғой. Шынымен ауырған кезде белгілі болып қалады ғой. Малың дүниең кеткен кезде, басыңа бұлт келген кезде, достарың өзі маскелер шешіледі өзі, кімнің досы екенін біліп қоясың. Дәл сол сияқты бұл кісінің де біраз таныстары келмей қояды. Бір-екі танысы бар екен, олар келіп тұрған, бірақ бір күн олар да келмей қойды дейді ғой. Сонымен оларға айтады ғой, сендер неғып келмей қойдыңдар десе,
Biz senen uyalamız deydi da. Bizdi көрген кезде biz қысылатын сияқтысың дейді да жаңағыдай. Саудың басындағы тәжді ауру ғана көреді дейді қазақ. Айналайындар дейді. Несіне қысылам дейді да, несіне қысылам? Баяғыда қалай келіп жүрдіңдер, дәл солай келе беріңдер дейді. Мен дейді, міне 25-30 жылдай болды дейді. Құдайға тағдырыма наразы болып бірде-бір сөз айтқан жоқпын дейді. Сендерге не деп әңгіме айтам мен дейді да. Ана қарасаңшы, 30 жыл өзінің аузына ие болған. Құдай неге мені ауырттың деп бірде-бір рет айтпаған екен ғой. Қараңыздар. Сол үшін ол кісіге періштелер келіп сәлем беретін болған дейді. Мәртебесін қараңыз. Мінекей сондықтан құрметті бауырлар, адамның бүкіл өмірі осы 8 нәрседен өтеді екен. Міне енді сол үлкен бүліктердің заманда біз тұрмыз қазір, иманды сақтау ауыр болған заманда тұрмыз. Айналамызда кейбір бізді иманнан тосатын адамдардың көбейген заманда тұрмыз. Білесіздер ғой бар екен, не? Намаз бастап, немесе орамал таққың келіп, жұмаға барғың келіп жүрсе, күнәң көп па не деген әңгіме айтылады. Қойшы, сен кәдімгідей күнәқарсың ба сонша, не қылатындай? Жап-жас болып не барсағың дейді. Не деген бір сөздер бар, күшті-күшті сөздер ше. Йемендік үлкен атақты шайыр болған екен. Йемендік бар ғой. Шайырларды білесіздер, ақындар. Делебесі қозаты, ой, творчествоның адамдары. Кейде бір ауыр әңгімелер етіп қойды кейде, байқамай. Сол шайырлардың бірі үлкен Йемендегі атақты. Меккеде пайғамбар шығыпты, Мұхаммед деген, соған адамдар ілесіп жатыр екен. Сондай бір игіліктің басында жүретін кісі екен, өтірік айтпайтын, аманатқа қиянат жасамайтын, сондай пайғамбарымыздың бірнеше сипаттарын айтып тастағаннан кейін, мына кісі уже жасы 60-қа келіп жақындап қалған, ереуден асқан, шаршаған, анадан мынадан. Сонымен адам шаршайды ғой өйткені. Адам күнәдан да шаршайды. Қашанғы жүресің? Ана рухыңды, денеңді тыныштандырам деп, әр жерден кайфуша іздеп атсың да таба алмайсың бірақ. Қақта? Жанның тыныштығы қақта білесіздер ма? Жанның тыныштығы жәннатта дейді. Адамдар оны дүниеде кайфтан іздейді дейді, таба алмайды дейді бірақ. Ал жәннатқа не апарады? Таза рух, таза жүрек апарады дейді. Ал ол таза жүрекпен рухты қақтан алам десек, Алланы көп еске алумен аласың дейді. Көрдіңіз ба? Сол мінекей жаңағы шаршайды күнәдан. Не болса, о болсын, сол Мұхаммедке ілесем деп, Йеменнен Меккеге 1000 километр жүріп келеді. 1000 километр қараңыздар. Қазір қай жер ме? Шымкент пен Алматыда жүр ғой 1000 километр, ә? Алматы қанша бізде? 700 ба? Ладно, мына қарай кетейік, Аралға қарай барайық. Арал 1000 километр Шымкентпен арасы. Астана бар былай қарай. Сонда қараңыздар. 1000 шақырым жерден кеп тұр ғой. Бұның келген естіп қояды барлығы. Меккенің үлкендері естіп, мынау исламды қабылдаса, дейді. Онда Йеменнің бәрі исламды қабылдайды дейді. Тіл деген кетіп қалған ғой, шайырлар ғой. Заманда, шайырлардың заманы болған сондай. Мықты. Негізі мықты ғой, кісілерді мойындау керек, ақындар, шайырлар мықты. Егер Құдайды таныса. Сонда қараңыз, барған кезде Меккенің үлкендері күтіп алды да, о, шайыр көке, қош келдіңіз Меккеге. Шотам, дейді ғой, не істеп жай жүрсіз ба деп. Жай болғанда шаршадық мына өмірден, дейді ғой, мына Мұхаммедке ілеспесек болмайды дейді. Ойбай, ау көке, оның дінінде қызға баруға болмайды деп айтады дейді. Сіз ақынсыз ғой, біз білеміз ғой сізді деп айтады дейді. Қарасаңызшы, айтып атқан әңгімені қарасаң. Оның дінінде неге болмайтыннан бастайсың бірден? Болатындар бар ғой. Болатын нәрседен бастау керек деп айтқан екен да баяғыда бір ұстаз. Сосын бұл айтады, мен аралап талай жердің дәмін татқанмын дейді. Итак та өзім ондайдан шаршадым дейді да. Біраз есікті қаққанмын мен дейді. Сонда бұл вариант болмайды деді ғой. Алла сақтасын, бұл харам ғой өйткені. Көрдіңіз ба? Харам нәрсе. Со харам болмайды ғой деп жатыр, көрдіңіз ба? Харамыңды істеп жүре берсей деп жатыр ғой анаған. Екінші не деді? Көке, олай болатын болса, деді, Мұхаммедтің дінінде арақ ішуге болмайды деді ғой. Онысы қиын екен деп айтады дейді жаңа. Біз қасқа ішіп қалған қасқа, ішпесең арқан қозбайтын қасқа деп жаңа. Онда мен бір ойланып келейін не болса да деп айтады дейді ғой. Ана қарасай. Бір ойланып келейін, мүмкін арақты тастап қайтадан келермін деп айтты дейді жаңағы шайыр. Сөйтті де 1000 километр туда обратно қайтты дейді Йеменге. Йеменге жетті, 5 айдан кейін қайтыс болып кетті дейді.
müşrik kүйінде. Ана қараңыз. Bir аяғы пайғамбардың үйінде тұрған кісі шықты да кетті дейді. Кімнің артында? Ани, сондай адамдар бар, оларға ілесіп мүлдем керек емес. Көрдіңіз ба? Өйткені кімнің қашан өтетінін ешкім білмейді ғой, Алладан басқа. Сондықтан мына Құдай берген өмірді иманмен өткізуіміз керек. Оның ішінде кеше бір қалада болдық, мен айтпай қоя салайын, қай қала екен, ертең мына интернетке шығып кетіп, ол қалаға кейін бара алмай қалып жүрмін. Бір қалада уағыз айтып отырып, сұрақ қойып отырмын да. Пайғамбарымыз туралы. Енді сонда әңгіме болып кетті, сұрақ қойып отырсам, 80% жамағат мешітке келіп отқан білмейді ғой сұрақтың жауабын. 80% жамағат білмейді. Сонда айтып отырмын да, мына түрімізбен біз иманды қалай сақтаймыз сонда? Қалай иман сақтаймыз? Пайғамбар танымайтын адам қалай иман мықты болады ол кісіне? О діннің тірегі пайғамбар емес пе? Көрдіңіз ба? Сол кісіні білу арқылы біз жүрегіміздегі иманды өзінің қалпында немесе одан жоғары дәрежеде сақтамаймыз ба? Міне бауырлар қараңыздар. Осындай иман сақтау қиын болып тұрған кездегі заманда бізге әрқашан жәрдемге келетін кісі ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Тіпті қараңыздар. Адамдар қабірлерінен оянған кезде ең бірінші оянатын кісі кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Неге? Білесіздер ма? Неге? Bir kitap берем жауабын айтқаныма. Не үшін бірінші пайғамбар тіріледі? Ümmetine şefaat etmesi. Allah'ın Ha? Ümmetine şefaat etу үшін, ümmetінен кешірім сұрау үшін, ümmet үшін кешірім сұрау үшін, ya? Allah'ın sүйікті құлы бар, ya? Allah'ın sүйікті құлы бар, жақсы бар енді. Ha? Ne дейді? Hey, dağ. O жерде дағуат жоқ, бұл өз жақта ғой дағуат. O жақта чисті сұрақ жауап қой. Сұрақ жауапты қасына қалып. Сұрақ жауапты қасына тұрып жүр. Сұрақ жауаптың қасында жобаласады, я. Мына бауырым сізге міне. Түсіндіріп берейін өзім. Қараңыздар. Жобаласты жауабы. Үмметі оянған кезде сұрақ жауабының жағдайын білген кезде қорқып кетпес үшін бірінші пайғамбарымызды көреді екен. Көрдіңіздер ме? Соны көріп барып жүректері басылады дейді. Сол үшін пайғамбар олардың алдында бірінші тіріліп күтіп тұрады екен. Біліп алыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірінен бірінші оянып, үмметі не істеп тұрады? Күтіп тұрады. Аналар өзінің амалдарын біліп тұр ғой, қорқып тұр ғой жағдайлар. Шошып қабірлерінен оянғанда пайғамбарымызды көріп жүректері басылады дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге мына жақта да керек, о жақта да керек, оның ар жағында да керек екен ғой. Сол кісіге мықтап жабысып алуымыз керек. Көрдіңіздер ме? Керек па пайғамбарымыз? Керек қой. Ол қабірде де сұрақта бар ғой ол. Пайғамбарың кім деген сұрақ бар ғой қабірде. Енді соны мысалға мешіттегі жамағаттың 80% білмесе, ол қалай жауап береді ертең мысалға пайғамбарымыз туралы? Оның бер жағында біз иманды қалай сақтаймыз пайғамбар танымасақ? Көрдіңіз ба? Бұның барлығы өте ауыр нәрсе. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға деген біздің неміз болу керек, махаббатымыз болу керек жүректе. Жүректің түкпірінде бір махаббат болу керек. Бағанағылардың бәріне махаббат толып тұр ғой. Дүниеге деген, басқаға деген махаббат ұрып тұр. Мына жаққа келген кезде ақсап қалып жатырық та пайғамбарға келген кезде. Көрдіңіздер ме? Иманның ешбір адам ләззатын тата алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Ешбір адам иманның ләззатын тата алмайды. Алла және оның елшісі барлық нәрседен абзал, жақсы, сүйікті болмайынша дейді. Қараңыздар. Ешкім иманның ләззатын тата алмайды. Және не дейді? Бір сахаба келіп айтады дейді. Я Алланың елшісі, қиямет қашан болады деп айтады дейді. Осы сұрақ қой бәрімізге келетін. Мекке жап-жасыл болып кетті, қиямет болайын деп жатыр. Анау бүйтіп тұр, қиямет болайын. Бәрі қиямет шақырып жатыр, білмеймін. Дайын тұрған сияқты бәрі. Қиямет қашан болады дейді жаңағы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дайындаған бірдеңең бар ма дейді. Жоқ қой дейді жаңағы сахаба. Қатырып оққан намаз да жоқ, қатырып ұстаған ораза да, садақа да жоқ деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай онда? Анау айтады дейді. Мен бірақ дейді, Алла және оның елшісін бүкіл нәрседен артық жақсы көремін деп айтты дейді. Қараңыздар. Олай болатын болса,
Sen жақсы көргеніңмен бірге боласың деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Керек пе екен тағы да? Пайғамбарыңмен бірге боласың деген сөз, пайғамбарымыздың жәннаттағы мәртебесі ең биік жоғарыда. Ал оған сүйікті, мына махаббат қойған кісі, сол кісінің ең биік мәртебеде жоғарыда қасында отырады деген сөз. Раббысының дидарын қайта-қайта көреді деген сөз. Көрдіңіз ба? Бұл әшейін нәрсе емес пайғамбарымызға деген ілесу. Бұл біріншіден иманды сақтау, екіншіден өзіңнің Раббыңның алдындағы дәрежеңді сақтау. Қандай жақсы нәрсе. Сол пайғамбарымыздың көркем мінезімен мінезденбегеннен кейін біз не істей алмай жатырық? Біз жаңағы қараса көзі тоймайтын мұсылмандардан болып қалып жатырмыз кейде. Көрдіңіздер ма? Сол пайғамбарымызға деген адамның жүрегінде сәл де болса не болу керек? Махаббат болу керек. Міне жас балалар, қараңыздар, мен сіздерге қызық оқиға айтып берейін. Өмірде болған оқиған. Қарағандыда отырған кезімізде кеше Елдос деген ұстаз бар, мына Ұлытау облысының өкілі имамы. Сол кісі айтып жатыр. Бауыржан Әлиұлы деген ұстаз болған, марқұм, Алла рахымына алсын, қайтыс болып кетті. Сол кісіге бір жамағаттан бір кісі келіп айтқан екен, ұстаз, үйде проблема деген бар ғой, шашты ағартып жіберді деп айтқан екен. Проблема, үй деген, үйге уже барғым келмейді деп айтады екен ше. Бірдеңе күтіп тұрады үйде дейді. Уже үй десе болды, жұмыс бітеді кешкісін, үйге бару керек десе болды, маза кетеді дейді кәдімгідей үйге баруға ше. Берекетті көтеріп тастады дейді Құдай тағала үйде. Не істеймін ұстаз деп келген ғой. Бәріміздің ішімізде мазалап жүрген сұрақ қой сол. Не істеймін ұстаз деп келген кезде Бауыржан ұстаз айтқан екен, бауырым, сен пайғамбарымыздың өмірбаянын бір күнде 10 беттен оқы, ит тоқтатпа деп айтқан екен. Бір күнде 10 бет оқы деп айтқан екен. И оқығаныңды айтпа деген екен әйеліңе. Қарасаңшы, ана оққаннан кейін ішіңе сыймайды ғой, көрдің ба, Хадиша анамызды қарамайсың ба? Не сенікі мынау деп. Айтқанға өліп баратады ғой. Айтпа деген екен соны, айтпа. Оқы, и жат деген болды. 10 бет, бірақ 11 бет оқыма. Сонымен бір ай оққан ғой, 10 беттен пайғамбарымыздың күнде өмірбаянын оқиды, ұйықтайды екен. 10 бет оқиды, ұйықтайды. Болды. Бір айдан кейін жеңгешке кепті ғой жаңа. Не, өзің оқи бересің ба не деп. Не оқырсың сен осы деп. Оқысай бізде тыңдайық деп. Сонымен жаңа жеңгешкемен бірге оқыған, кейін балдарды қосқан, 2 айдан кейін жаңа семья басқаша болып кетті дейді. Қараңыздар. Ұстаздың келіп бір жамағат маңдайынан сүйіп жатыр екен. Ұстаз, Алла разы болсын, шайқалып кетейін деп тұрған семьямыз талып қалыпты деп айтты. Маған емес, пайғамбарға рахмет айт. Пайғамбар үйіңе кіріп берекет кірді деп айтты дейді. Көрдіңіздер ма? Пайғамбар үйден шығып кетсе, үйден берекет кетіп қалады. Ол кісі тірі күнінде қалай берекелі болды Халима анамыздың үйінде. Дұрыс па? Одан кейінгі барған жерлерінде берекет болды ма? Ол кісі өмірден өткеннен кейін де берекелі. Ол кісі өзі еске алынған жерлерде де берекелі. Естен шығармаңыздар. Қай жерде пайғамбар айтылады, ол жер берекет болды. Ол кісі қиямет күні де берекелі. Одан басқасының барлығы қайтарылып жатқанда, оның ғана сөзі қайтарылмайтындай берекелі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Бір сираны оқып отқан кезде 10 бетінде қаншама салауат айтасың пайғамбарға. Үйіңе берекет кірмей не кіреді енді? Сондықтан мінекей бауырлар, бәріміз пайғамбарымызды тануымыз керек. Бәріміз пайғамбардың сөзін барынша барлық сөзден артық қоюымыз керек бауырлар. Менің мамандығым сол болғаннан кейін сіздерге осы туралы айтамын да, не айтам басқа? Басқа нәрсе айтайын ба әлде? Басқа болмайды, бүлдіремін. Ақота жайлы айтсам бүлдіремін. Міне қара. Пайғамбарымыздың қарасаңыз берекетін айтайын, қара. Қалай Мехран деген сахаба болған. Мехран деген. Сол сахаба бұл азат етілген құл ғой. Пайғамбарымыздың қызметінде болған екен. Пәленбай жыл қызмет. Дәрет су, анау, мынау бәрін дайындайды екен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп күндердің бір күні Табук деген шайқас болады. Естулеріңіз бар ма Табук деген шайқас? Пайғамбарымыздың неше жасында болды Табук деген шайқас? Бірінші айтқан адамға. 62 деген кім? 62 деген? Сіз ба 62 деген? Ей, машалла. Мінекей бауырым, бірден айтты 62 жасында деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 62 жасында Табук деген шайқас болған. Демек, өмірінің ең соңғы жорығы.
Сол жорықтан қайтып келе жатқан кезде айтқан екен. Сахабалар сұрайды, я Расулалла, тағы да бұдан да мықты жорық бар ма десе, бұдан да үлкен шайқас бар деп айтты дейді. Ойбай, қандай шайқас десе, бұл әркімнің өз нәпсісімен күресетін шайқасы деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Сол Табук шайқасына кетіп бара жатқан кезде, бауырымызға ма? Мінекей, пайғамбарымызға салауат айтып жүрсін деп тасбих беріп жатыр сізге. Алла разы болсын, машалла. Пайғамбарымыз өмірмен тыңдап жүрсіз ба? Ани, көрдіңіздер ме? Ани. Пайғамбарымыздың өмірмен тыңдайды екен. Құдай тағала берекетін үйіп төгіп береді, ертең көресіздер бұл бауырымызға иншалла. Қараңыздар, мына сахабаға қалай берген, қараңыздар, берекетті. Сонымен бұл соғыс тарихта екінші аты бар. Не деп аталады? Табук шайқасының екінші аты? Тағы бір кітап берейін, аяйын ба? Ағаларым, Жоқ. Табук шайқасының тарихта тағы екінші аты бар. Не деп аталады ол? Міне, осыдан біздің пайғамбарымызды танитындығыңызды білесеңіздер болады. Не деп аталады? Ұмытып қалдыңыздар ма? Мейлі, ұмытып қалған шығар. Айтып қой, алып отырсыздар ма? Жаттап алыңыздар онда. Бұл жорықтың екінші аты тарихтағы қиындық шайқасы деп аталады екен. Жоқ, қиындық. Ғазватул уср деп аталады. Ауыр шайқас деп аталады екен. Неге ауыр десек, бұл шайқас болатын жылы Мәдинада жұт болған екен. Сахабалар не мініп баратын аттап алмаған, не қару жарақ салатын көлік таба алмаған. Қараңыздар. Сол үшін бұл ауыр шайқас. Кейбір сахабалар ойлап қалған, біз барамыз ба, бармаймыз ба, қалай болады деген сияқты ойлап қалған. Үйдегілер қалай болады деген бала шаға деп. 600 ба 700 километр ғой Табук деген. Қарасаңызшы. Соған кетіп бара жатыр. Жаздың аптап ыстығы. Сонда бір-екі түйеге жүк. Бір-екі түйелік жүктірді қару жарақ бәле матар, құрал сайман. Михран деген сахаба жүгіріп жүр, бұлай да бұлай. Жүгіріп жүріп пайғамбарымызға кетті, я Расулалла, мынаны қаққа саламыз дейді ғой. Не істейміз мынаны? Көлік жоқ десе, пайғамбарымыз айтты дейді саллаллаху алейхи ва саллям. Михран, сен көтересің деп айтты дейді ғой. Машалла. Бір түйе или екі түйенің жүгі. Сонда Михранның, Алланың елшісі, мен мына түйе көтер алмайтын нәрсені қалай көтерем мен? Белім грижа шығып кетеді ғой, мен үйтак өзім әрең дегенде жүн бөлейін деп айтпаған ғой жақ сахаба. Көрдіңіз ба? Басқа біреу болса айтып қою мүмкін бе сөйтіп. Солай айтпағанда болды деп айтады дейді. Бопты дейді ғой бұяқта. Дәл солай, бопты. Я Расулалла, Алланың елшісі, бопты деп айтады. Сөйтіп жаңағыны көтерді, Табукқа қарай кетті дейді ғой. Жаңағы километрдің бәрін барды дейді. Бір кезде анаяқтан Византия империясы соғысқа келмей қалды дейді ғой. Қайтадан көтеріп алып қайтты дейді. Туда обратно алып қайтқан ғой. Сонда сахабалар сөйледі, сен қалай көтердің десе, білмеймін, үстімде жүк жоқ сияқты, зонтик сияқты деп айтады дейді. Не себепті білесіздер ма? Мұғжиза ғой, пайғамбарымыздың сөзі. Егер де жаңағыдай қылып айтқанда, қалай көтерем деген кезде көтере алмай қалатын еді дейді ғалымдар айтады. Қалай көтерем мен, я Расулалла деген кезде, оны көтере алмайды дейді ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан анау жаңа сахаба барып қайтқан кезде пайғамбарымыз айтқан екен. Михран, болды, сенің атың Сафинатус Сахара. Сен Сахараның кемесісің деп айтты дейді. Сен Сахараның кемесісің деп айтты дейді. Шөлдің кемесісің деген ғой. Қараңыз. Сонымен пайғамбарымыз дүниеден өтеді. Бұл кісіге өте ауыр тиеді. Өйткені көп күндерін, түндерін пайғамбармен бірге өткізген. Сондай ауыр Мәдинада өмір сүру қиындайды. Тасташ дейді, Мәдинадан шығып теңізге саудагерлермен бірге шығып кетеді кемемен. Кеме теңізде аударылады ғой. Кемедегі бүкіл саудагер өледі. Мынау бір таяқпен аман қалып қойған дейді. Бір таяқпен аман қалып қойған дейді. Сөйтіп бір островқа, жағалауға, аралға жетсе, аралдан бетіп көзін ашса дейді, бір арыстан кептір дейді ғой. Болды ғой. Ла иляха иллалланы айтып үлгірсең үлгіргенің, үлгірмесең басыңды солаймен жұтып жібереді ана арыстан бар ғой. Жабай арыстан ғой. Бұның қара ауызына келген сөзін қарасаңызшы. Арыстан деп айтады дейді ғой.
Arslan, ana sahibu Rasulillah, safinatu sahra деп айтады дейді. Арыстан, мен Алла елшісінің досы, шөлдің кемесімін ғой деп айтады дейді. Ойбай, машалла, қош келдің. Деп ішінен айтқан шығар Арыстан. Өйткені арр деді кетіп қалды дейді ғой. Бұл оқиға сахих кәдімгідей болған оқиға айтып жатыр сіздерге, сенімді. Ана Арыстан арр деді кетіп қалды дейді ғой. Как будто болды, пайғамбар айтқан болса болды деген сияқты кетіп жатты. Пайғамбар дүниеден өтіп кетті, берекеті тиіп жатыр ма жар кісіге? Пожалуйста, міне дәл солай берекеті тиеді пайғамбардың. Қараңыздар. Осыны айтайын дегенмін ғой. Көрдіңіздер ме? Құрметті ағайындар, Алла разы болсын. Міне сондай. Көрдіңіздер ме? Пайғамбарға деген махаббат, пайғамбардың берекеті, ол барды да жоқта да не істей береді? Жүзеге аса береді, бауырлар. Сондықтан пайғамбарымызды өте қатты тануымыз керек. Әрқайсымыз жеке-жеке тануымыз керек. Омар деген сахабаны білесіздер ғой? Омар деген сахаба. Бәрі біледі ғой, Омарды танымайтын ешкім жоқ. Радиаллаху анху. Бір күні кел жатқан ғой енді былай Мәдинада. Бір кезде пайғамбарымыз салlallahu алейхи Омардың қолынан ұстайды ғой. Ойбай, Омардың тұла бойынан тоғырады дейді радиаллаху анху. Қараңыздар, ең асыл зат пайғамбарымыз, ең Алланың сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи қолыңнан ұстаған кезде бар ғой. Жаңа баяғыда кинода тұрғанда шынтағың тиіп кетсе зылдайды деп айтатын еді. Пайғамбарымыз ұстаған кезде қолыңнан Омардың тұла бойы дірілдеген екен. Жүрегі қатты соғып, Алланың елшісі, мен сені өзімнен кейін барлығынан қатты жақсы көремін деп айтып жіберген ғой. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді саллаллаху алейхи. Омар, ай, енді қанша жыл қасында жүр ғой пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи. Омар, сенің әлі иманың толықпапты ғой деп айтады дейді. Неге я Расулалла? Сендердің қайсы бірің мені өзінен де, бала шағасынан да, ата анасынан да, дүниесінен де артық жақсы көрмейінше, әлі толық иман келтірген болмайды деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар енді, біз қайда, пайғамбар қайда? Мына жүрек кімге кетіп жатыр, Құдай білсін оны. Кімге кетпей жатыр деп айтса іштейді ғой, бір кісі айтады ғой. Сол мінекей пайғамбарымызды тануымызға жұмсау керек, шамал уақытты. Өмірдің кішкентай бір бөлігінде пайғамбарымызды тануға не істеу керек? Жұмсау керек. Сол кезде адамның өміріне гүл абат кіреді. Анау Хунайн деген шайқас болған тарихта. Сол шайқаспен иншалла аяқтайық бүгінгі уағызымызды. Хунайн деген шайқасты білесіз шығарсыздар. Пайғамбарымыздың неше жасында болған? Ал 61 деген кім? Мәке 61. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мына өзіміздің жазған кітабымызды беріп жатырық, бауырлар. Ағайындар, олар пайғамбарымызды осылай сүйген деп, әдейі осындай қылып беріп жатырық. Пайғамбарымызды сүйсін сахабалар сияқты деп, мінекей, ала ғой бауырым. Неше жасында екен демек? 61 жасында. Хунайн деген шайқас болған, біліп алыңыздар. Дүниеден өтуден 2 жыл бұрын. Сол Хунайн шайқасына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккені ашады. Мәдинадан келіп Меккені ашады ғой. 10 мың сахаба болып келеді, Мәдинадан Меккені ашады. Меккеден 2000 адам исламды қабылдайды. 12 мың адам болып шығады. Таифқа бара жатыр, Таифқа. Таифтағылармен жорыққа бара жатыр. Солармен жаңа келісімге, жорыққа деп айта берейік. Сонда кетіп бара жатқан кезде жолда сахабалар деген енді 12 мың, тарихта болмаған ондай сахаба. 12 мың. Оған дейін 300, 700, 1000, 3000 сондай сахаба жорыққа келіп жүрген. 12 мың сахаба шыққан кезде бүгін бізді ешкім жеңе алмайды деп айтты дейді ғой, кетіп барады. Бүгін бізді ешкім жеңе алмайды деп айтты дейді ғой. Ой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, бекер айтып қойдыңдар мына сөзді дейді да. Жеңіс көптікпен бола ма не? Жеңіс Алладан болатын еді ғой дейді да. Бекер айтып қойдыңдар, ауыздан ұрындыңдар деп жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Сөйтіп кетіп бара жатады да. 12 мың сахаба Таифтың жеріне жақындаған кезде Хунайн деген ойпат бар мынадай. Сол ойпатқа кірген кезде жебелер жаңбыр сияқты жауады ғой көктен. Жаңбыр сияқты жауған кезде бар ғой, 11900 сахаба қашып кеткен ғой. Бүгін біз жеңеміз деп кеткен сахабалар бар ғой, 11900 қашып кеткен. Нешеу қалып қойды?
100 сахаба қалып қалған пайғамбарымыздың жанында. Соның ішінде кеше ғана исламды қабылдаған Абу Суфиян деген сахаба жүр. Пайғамбарымыздың атының жүгенінен ұстап алғанда, анау ат қашпасын деп ұстап тұр екен. Батыр кісі ғой ол да, енді исламды қабылдаған ғой, бірақ бүй деп айтады дейді ғой, ой, бұл мыналардың скорысы мощный деп айтады дейді. Мынау мен мыналар Қызыл теңізден бір шығады деп айтады дейді. Не деген қашу мынау деп айтады дейді. Көрдіңіз бе? Паника болып қалған жерде, абдырап қалғанда, жебеге атқан кезде пайғамбар тастап қашқан ғой бәрі. Оның абдырауы, жебенің келуі барлығы неден кетті? Ауыздан кетті ғой, ауыздан авария болды деп айтады. Бүгін бізді ешкім жеңе алмайды деді ғой, көрдіңіз бе? Осыған дейін бір санмен жеңіп жүрген сахабалар ұқсап. Бұған дейін аз болды ғой олар, бірақ жеңді ғой Алланың жәрдемімен. Міне көрдіңіз бе? Алла Құранда айтты, сол үшін Хунайн шайқасы күні сендердің көптіктерің өз-өздеріңді дандай ыстып жіберді дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Мен шешем любой проблема деген қою керек дейтін сол ғой. Ештеңені шеше алмайсың. Алла Тағала жәрдем мен сәттілік бермесе, ешкім ешқандай проблеманы шеше алмайды. Ол қандай лауазым иесі болса да. Көрдіңіздер ме? Сонда жаңағы жорық бітті, кімдер келді ғой? Қашып кеткен сахабалар қайтадан келді жаңағы 11.900 сахаба. Сонда пайғамбарымыз қасында қалып қойған 100 сахабаға дұға алған екен. Раббым, менің қасымда қалған сахабаларды, олардың балаларының бараларын өзінің рахымыңа ала қой деп дұға алған екен. 100 сахабаның баласы. 100-нің көбі ансарлық сахабалар екен. Мәдиналық. Сонымен жорық бітеді, көп олжа түседі, мұсылмандар жеңеді сол жорықта. Қайтып келеді ғой өткен бар. Жиддаға жетпей қайтып келеді. Қызыл теңізге жетпей қайтып келеді. Сонымен жеңіп, көп олжа түсіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олжаларды бөледі ғой. Бөлген кезде олжаларды жаңадан исламды қабылдаған кісілер бар ғой, соларға көптен береді ше. Абу Суфиянға мысалға 100 түйе береді. Балаңа тағы да ойбай 100 түйе. Тағы балаң бар ма? Оған 40 түйе. Қой беріп атқан жоқ, түйе беріп жатыр. Абу Суфиян ырза кетіп баратыр. Одан кейін Сафуан деген сахаба келеді жаңа. Енді исламды қабылдаған, бұл да үлкен бизнесмен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 100 түйе береді ол кісіге. Сәл беті андай қылмай тұрады ша. Жақтырыңқырамай бүйтіп. Сафуан, саған тағы да 100 түйе бергім келіп тұр. Сәл бетіне бірдеңе жыбырлайды ананың ше. Сафуан, бүгін мен саған тағы да бір 100 түйе бергім келіп, 300 түйе бергім. Мұхаммед, мен сені қатты жақсы көрем деп айтады дейді ғой. Бұған дейін сен жаман жек көретін едің дейді да, бүгін қатты жақсы көріп кеттім сен деп айтады дейді. Берген адам кім жек көреді? Көрдіңіз ба? Сөйтіп таратып атқан кезде мал дүние кімге жетпей қалады? Ансарлықтарға жетпей қалады ғой. Ансарлық мәдиналық сахабаларға жетпей қалады мал дүние. Сонымен күбір-күбір әңгіме басталады. Чотам өзінің туысқандарына берді пайғамбарымыз меккеліктерге. Біз не? Кімдерден тудық па не? Дейді жаңа. Сондай әңгіме тарайды ғой. Сол бықсыған әңгіме пайғамбарымызға жетеді. Бұл жаман ғой, әңгіме деген нәрсе бықсыйтын болса жаман. Оны ашып алу керек бірден. Қараңыздар, сөйтіп ансарлар бықсып атқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сағат деген сахабаны шақырып алады. Бері кел дейді, Сағат, осындай әңгіме болып жатыр ма дейді. Солай болып жатыр дейді. Сен не деп ойлайсың десе, мен де қауымын ғой деп айтады. Ойбай. Бұл кісі сөйтіп ойлап тұр екен ғой сөйтсе. Ең мықты сахабаның өзі солай ойлап тұр екен ше. Мен де қауымымның біреуімін ғой, я Расулалла дейді. Яғни туысқандарыңа беріп атсың дейді. Мына жақта ансарлар тұр ғой, бермен. Сахабалардың бәрін бір жерге жина дейді. Ансарлардың бәрін жина, бірақ ешқандай басқа сахабаны кіргізбейді. Тек ансарларды жина дейді. Ансарлардың бәрін жинайды, ансарларға келеді айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ансарлықтар, не болды сендерге дейді ғой. Не болды сендерге? Менің артымнан осындай әңгіме айтып жатыр екенсіңдер. Ансарлықтар білесіңдер ма дейді. Мен Мәдинаға бармай тұрып, сендер көрінгенді құдай қылып алып атқан дейді. Құдайға серік қосатын қауым едіңдер ғой дейді. Алла мен арқылы сендерді өзін табуды нәсіп еткен жоқ па дейді. Солай ма десе? Солай я Расулалла деп айтады дейді сахабалар. Қарасаңшы, әдеп қандай күшті сахабалар. Ансарлықтар дейді. Мен бармай тұрып, сендер бір-бірімен қырылып атқан қауым едіңдер ғой дейді. Бір қаланың, бір Мәдинаның ішінде екі ру бар, Аус пен Хазраж деген. Екеуі бір-бірімен бір ғасыр соғысқан ғой, бір ғасыр жер бетінде соғыс жоқ шығар ондай. 100 жыл соғысқан дейді. Еркек қалдырмаған ана соғыс бар ғой. Мен бармай тұрып, сендер бір-бірімен соғысып атқан қауым едіңдер ғой. Алла мен арқылы сендердің араларында бауыр қылған жоқ па дейді. Ислам, иман сендерді бауыр қылған жоқ па дейді.
Действительно ғой, а? Bir сапта тұрамыз ғой, бір кезінде қылып қалған адаммен бір сапта тұрасың. Қалай оны не қыласың енді? Бәрібір сенің бауырыңда мұсылман. Иманмен, Алла бізді исламмен бауыр қылып жатыр ғой арамызда. Көрдіңіз ба? Мен сіздер жақсы көремін. Сіздер мен жақсы көресіздер. Сіздердің маған өткізіп қойғандарыңыз жоқ, менің сіздерге өткізіп қойғаным жоқ. Не бар арамызда? Тек қана иман мен ислам бар. Осы бізді арамыз жалғап атқан. Аға іні қылып, бауыр қылып сыйластырып атқан нәрсе осы бізді. Айтпесе үш қайнаса сорпамыз қосылмайтын адамдарымыз ғой біз. Аллаға мыңда бір шүкір, иман осындай ислам берген. Бұрын сендер бір-бірлеріңе жау, дұшпан едіңдер дейді Алла Тағала Құранда айтады. Алла сендерге иманды, исламды берді. Қалай бауыр болғандарыңды білмей қалдыңдар дейді Алла Тағала айтады. Көрдіңіз бе? Міне сол қырылып атқан екі қауым, мен арқылы Алла сендерді бауыр қылған жоқ па десе, дәл солай я Аллаң естіді деп айтты дейді. Сахабалар, ансарлықтар. Ансарлықтар, мен бармай тұрып кедейліктен сіңірлерің шыққан ана еврейлерге, яһудилерге қарыз сондай қауым едіңдер, Алла мен арқылы сендерді байтқан жоқ па десе, дәл солай я Аллаң естіді деп айтады. Бір кезде пайғамбарымыз әңгімені өзгертті де, ансарлықтар, неге сендер былай деп айтпайсыңдар дейді ғой. Қалай деп айтайық? Аллаң елшісі, еліңнен қуылып қаңғып келген кезіңде тұрақ берген кім еді? Біз емес дедік деп айтпайсыңдар ма дейді. Дұрыс па? Мәдиналықтар ғой берген, үй берген. Неге айтпайсыңдар дейді. Сонда бір ішінде біреу қақшаңдап шығып, айтпақшы, не сенікі? Кеше ғана келіп алып төрімізге шықтың ғой, деп ешқайсысы айтпаған жас сахабалардың ше. Мысалға да біреу қақшаң шықса болады ғой, айтпаған. Не деп айтқан дейді? Кеңшілік Алла және оның елшісінікі деп айтты. Ілтипатты қараңыздар. Кеңшілік, рахым кімдікі? Алла және оның елшісінікі деп айтты дейді. Қараңыздар. Сонда, ансарлықтар, неге айтпайсыңдар сендер? Алланың елшісі, кедей болып, үйлеріңді тастап, бүкіл сахабаларыңмен бірге келген кезде, біздің елге келіп байған жоқсыңдар ма деп, неге айтпайсыңдар десе? Айтпақшы сендер, деп шықпағанда жан сахабалар. Көрдіңіз ба? Не деп айтты дейді? Кеңшілік Алла және оның елшісінікі деп айтты. Мінекей, ілтипат пайғамбарға деген. Қанша жерден ренжіп тұр да пайғамбарға. Айтып айтпастан болады ана жерде. Бірақ пайғамбарға деген құрметті қараңыздар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың құрметтегеннен артық құрмет берген. Ансарлықтар дейді, қараңыз. Бүкіл дүние бір тарапта кетсе дейді. Ансарлықтар бір соқпақпен жүрсе дейді. Мен сендердің арттарынан ілесем дейді, қараңыздар. Ансарлықтар, сендер дос болғанмен мен доспын дейді. Сендер қас болғанмен мен қаспын дейді. Ансарлықтар, егерде мен Меккеде пайғамбар болып туылмағанда, мен мәдиналық болатын едім, ансарлық болатын едім деп айтқан екен. Ансарлықтар, адамдар исламды жаңадан қабылдап, мен оларға мал дүниені үлестіріп жеткізе алмай жатқан кезде не қылған әңгіме бол дейді. Алла иесі бізге мал берген жоқ деген не қылған әңгіме ол дейді. Адамдар үйлеріне қойларын, түйелерін айдап кетіп бара жатқан кезде сендер Алла елшісінің үйлеріне алып кетуге разы емессіңдер ме деп айтты дейді. Аллаху акбар. Сахабалардың барлығы жылады дейді сол жерде. Разымыз, я Расулалла, разымыз, кешіріңіз бізді деп айтты. Ауыздан сондай сөз шығып кетті бірақ дейді. Көрдіңіздер ме? Алланың елшісімен бірге қайтуларыңа разы емессіңдер ме? Мен сендердің іштеріңде өмір сүрем, және сендердің іштеріңде дүниеден өтем деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ме? Айтқандай сөзінде тұрды, қаяқта дүние салды? Мәдина қаласында дүние салды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Қараңыздар. Сахабалар пайғамбарымызды алып кетті, Мәдинаның берекеті қиямет күніне дейін қалды. Кім үшін? Пайғамбар үшін дейді, қараңыздар. Разымыз деді ғой сенің қайтуыңа. Мінекей солай да біз пайғамбарымызға құрметті бауырлар, осылай біз тырнағымызбен пайғамбарымызға жабысуымыз керек екен. Осындай қиын заманда бізді қорғайтын жалғыз ғана құрал бұл пайғамбарымызға ілесу, күнә нәрселерден сақ болу. Енді Алла разы болсын, 1 сағаттан астам уағыз айтыппыз. Енді алатын адам алар, түйетін адам түйер, айтылатын нәрсе енді айтылды. Тағанағыдай тым болмаса күніне 10 беттен пайғамбарымыздың өмірбаянын оқып, үйлеріңізге берекет кіргізіп алыңыздар. Мына бүгінгі кешті ұйымдастырып жатқан Айдос Емекен қажымызға, Нұрекен ағамызға, жалпы осы Темірландағы діннің қызметінде жүрген ағалардың баршасына алғыс айтамыз. Отырыңыздар, әлі біткен жоқ, қызық бірдеңе болайын деп отыр.
Және осы кештің ұйымдастырылуына себепші болып жатқан мынау Мұрат ағамызға, оның отбасына Алла разы болсын. Мына дүниеден өткен әкесінің атынан жасап жатыр ғой. Қазақта айтады ғой, бір аунап қалып жатқан шығар деп. Әкесі де бір осындай үлкен ұлы сауапқа кенеп жатқан шығар, Алла алдынан жарылқасын. Енді мына жерде құрметті жамағат, Мұрат ағамыздың отбасының атынан дайындаған, тым болмаса бір арасында салауат айтып сауабы келіп тұрсын деп сіздерге арнаған мына жерде тәспілері бар, өте қымбат, керемет тәспілер электронды. Және мына жердегі ақсақалдарымызға, ауылдың қариялы, мынау қарттар, қазыналы қарттарына, Орнықбай ұлы Әбдуашим атамызға шапан жабылады. Османқұлов Мұхтар көкемізге шапан жабылады. Әбдіхамид көкемізге, Ердалы көкелерімізге осы мешіттің үлкендеріне шапан жабылады. Сосын құптан намазына азан шақырылады. Сосын намаз оқылады.